Мен апа мен түсінбеймін ол не туысқандар екенін. Егер де бір коллекторлар сенің кредитің бар деп оларға хабарласып үйіңді бүйтем дегенге сені жауға келе салатын болса, ондай туысқандар қиын, сөйлесу керек дұрыстап. Ол коллекторлар мен телефон берген жоқпын. Бұл коллекторлар ешкімнің біреудің кредиті үшін счетына арест ешнәрсе қоя алмайды, үйін тартып ала алмайды. Соны айтыңдар, біздің видеоларды көрсетіңдер. Араласыңдар туысқанмен, бірінші алдынан өтіп бәрін араласыңыздар апа. Бірақ енді өйтіп жауға итере салмау керек қой туысқандарша, керісінше күресу керек қой. Түсіндіңдер ма? Соның бәрін айтып түсіндіру керек апа, оның бәрін. Түсінеді. Дұрыстап айтып түсіндірсеңдер, түсіну керек оны. Сол біздің видеоларды көрсетіңдер. Енді ол қарапайым нәрсе ғой. Менің мысалы үшін інім бар ғой, мен інімді я қарындасым біреу коллекторлар осылай оңбаған, анау мынау алаяқ, кредит алып лақтырып кеткен дейтін болса, мен не оған сонда ініме қатыспай қаламын ба? Бір айдалада ешкім танымайтын, аузына келгенін айтатын коллекторлар хабарласып тұрады, сенің жаңағы өзінің проблемасы. Сенен мысалы үшін кредит алатын кезде сұраған жоқ менен, не Рауан, мынау інім кредит алайын деп жатыр, соған кредит берейік па, мынау дұрыс адам ба деп сұраған жоқ сенен. Мысалы үшін сондай адамға өзіміздің бауырымызды итере саламыз ба? Ол дұрыс емес қой. Осы көзқарастан қарау керек та. Маған хабарласуы мүмкін коллекторлар, үйін тартып аламын, анау шынымен де қорқып кетуі мүмкін. Бірақ бірінші мен туысқаныммен сөйлесем ғой, мен кімді жақсы танимын? Коллекторды ма? Менің қуанышыммен, қайғыммен кім бөлісті менімен? Туысым ба, інім ба, әлде жаңағы коллектор компанияның қызметкері ма? Олар 100 рет алаяқ десе де, ол 1000 жерден алаяқ, 1000 жерден оңбаған болса да, ол сенің бауырың ғой, қалай болғанда да. Сен оның бәрін ешқайда тастамайсың ғой. Сол сияқты қарау керек қой апа. Сөйтіп айтып түсіндірсеңіздер, осы видеоларымды көрсетіңіздер мен. Былай келгенде қарапайым нәрсе, мен ойлаңызшы өзіңіз. 100 жерден қаралап, 100 жерден жамандап жатса да біз туысымызды таба алмаймыз ғой бәрібір. Олай келгенде.